Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ажурный блинилар таңдаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет құрамда жұмыртқа, қант, ас содасы, сұйық май және де сүт, ыстық су, ұн. Алдымен жұмыртқаға қант, сұйық май құямыз, жақсылап араластырамыз және де сүтімізді құямыз. Енді ұнымызға разрыхителді саламыз, яғни ас содасын жақсылап араластырып, міндетті түрде елеуіштен өткізіп, жаңағы тестамызға саламыз. Жақсылап түйін болып қалмайтындай етіп араластырамыз. Тест аузына қою болады. Енді сахарлап қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Біздің тест аузындай сұйық болады. Қатты қызып тұрған табамызға бір ожаудан құйып жіберіп, айналдырып жаямыз да, осылай пісіріп аламыз, аударып. Біздің блиниларымыз ажурный, өте керемет болады. Және де қанша уақыт өтсе де еш қатып қалмайды. Өте дәмді болады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар.